88-ші сабақ бір санымен байланысты көбейту мен бөлудің қасиеттері. Бірінші тапсырма. Көбейтуді қосумен алмастырып, көбейтінділердің мәнін есепте. 1 көбейту 3. Яғни бір санын өз-өзіне 3 рет қосу деген сөз. Тең 3 болады. 3 көбейту 1, яғни 3 санынан біреу ғана деген сөз. Яғни ол 3. Ал енді мұқият қараймыз. Көбейткіштердің орны ауысып тұр, бірақ олардың мәні өзгерген жоқ. Екеуінде де 3. Яғни бұдан қандай қорытынды жасасақ болады? Кез келген санды біз бірге көбейтсек, сол санның өзі шығып тұр. Яғни 3-тің өзі шығып тұр. Тағы да біреуін қарастырайық. Мысалы 34 көбейту 1 тең 34 болады. 1 көбейту 7, яғни 1-ді біз кез келген санға көбейтсек, сол сан шығады. Яғни 7-нің өзі шығады деген сөз. Ал енді ереже. Санды бірге көбейткенде, сол санның өзі шығады. А көбейту 1 тең А. Яғни А-ның орнында кез келген сан болуы мүмкін. Мысалы, 57 көбейту 1 тең 57. Тіпті 128 көбейту 1 тең 128. Одан да үлкен сандарды бірге көбейтсек, сол санның өзі шығады. Екінші тапсырма. Көбейтінділердің мәнін есепте. 26 көбейту 1 тең 26. Ережеге сәйкес бірге кез келген санды көбейтсек, сол санның өзі шығады. Келесі. 1 көбейту жақшаның ішінде 17 қосу 34. 17-ге 34-ті қоссақ, 51. 51-ді бірге көбейтсек, 51. Келесі. 40-тан 24-ті азайтсақ, 16. 16-ны бірге көбейтсек, 16. 1 көбейту жақшаның ішінде 37 қосу 3. 37-ге 3-ті қоссақ, 40. 40-ты бірге көбейтсек, тең 40. Ал соңғы екеуін өзіңе қалдырдым. Үшінші. Қалып қойған санды тап, қорытынды жаса. Қараймыз. 1 көбейту 3 тең 3. Ал енді мына 3 мәнін бірінші көбейткішке бөлсе не болады? 3-тің өзі шығады. Яғни 3 бөлу 1 тең 3. Ережеге назар аударамыз. Санды бірге бөлгенде сол санның өзі шығады. А бөлу 1 тең А. Мұндағы А ол кез келген сан. Мысалы, 75 бөлу 1 тең 75. 38 бөлу 1 тең 38. 99 бөлу 1 тең 99 деген сияқты. Келесі. Өрнектердің мәнін тап. 7 көбейту 1 тең 7. 6 бөлу 1 6. 35 азайту 13 тең 22. Оны бірге көбейтсек 22. 64 азайту 64 болады. 4-ті бірге бөлсек 4. Ал қалғанын өзің орында. 5-ші тапсырма. Мәндері бірдей әріпті өрнектер жұбын теріп жаз. Ал енді мұқият қараймыз. Мысалы, 8-ге біз 1-ді қоссақ, 9, яғни 9 көбейту x, 9 көбейту x пен мәндері бірдей. Сондықтан оларды жұп ретінде қарастырамыз. Келесі. 7-ден 0-ді азайтсақ, 7, сонда 7 көбейту x. x көбейту 7 мен екеуі жұп. Ал енді соңғысын өзіңе қалдырдым. 6-шы есепті шығар. Ат спорты жарысына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 9 ойыншы бар. Жарысқа барлығы неше ойыншы қатысты? Сызбаға қараймыз. Сонымен 4 топ бар екен. 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4-ші. Ал әр топта 9 ойыншыдан, яғни 1-ші топта да 9, 2-ші топта да 9, 3-ші топта да 9 және 4-шісінде де
9. Ал есептің шартын жазайық. Сонымен 4 топ 4-еу. Әр топта 9 ойыншы. Барлығы неше ойыншы? Шешуі 4 көбейту 9 тең 36. Жауабына барлығы 36 ойыншы қатысты деп жазамыз. 7-ші тапсырма. Сантиметрмен өрнектеп шығар. Ал бірінші 6 дециметр 3 сантиметр. Яғни бізге сантиметрге айналдыру керек. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. Яғни 6 дециметр дегеніміз ол 60 сантиметр. Ал 2 дециметріміз 20 сантиметр. Сонда 63-ке 28-ді қосамыз. 63 сантиметр қосу 28 сантиметр. Сонда неше болады? Келесі 3 дециметр 6 сантиметр. 3 дециметріміз 30 сантиметр. 36-ны бірге бөлсек, неше болады? Иә, тура осылай тағы екеуін шығар. 8 теңдіктер құр. А. 56 және 55 сандарының айырмасы 13-тің көбейтіндісінің мәні 13-ке тең. Жазамыз. 56 азайту 55 жақшаға аламыз. Көбейту 13 тең 13. Тексереміз. 56-тан 55-ті азайтсақ 1. 1-ді 13-ке көбейтсек 13. Яғни дұрыс. Бұл А нұсқасы. Енді Ә нұсқасын оқимыз. 16 мен 15 сандарының айырмасын 4 есе арттырса 4 шығады. Жазамыз. 16-15 сандарының айырмасы. Оларды жақшаның ішіне аламыз. 4 есе арттыру дегеніміз ол 4-ке көбейту деген сөз. Сонда көбейту 4. 16-тан 15-ті азайтсақ 1, 1-ді 4-ке көбейтсек 4. Яғни өрнегіміз дұрыс. 9-шы тапсырма. Есепте. Есептеу өте оңай. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. 87-те 86-ны азайтсақ 1, 1-ді 18-ге көбейтсек 18. Ал енді келесі 100-ден 14-ті азайтсақ 86. 86-ны 1-ге көбейтсек қанша болады? Әрине, санның өзі шығады. Үшіншісін өзің шығар. Салыстыр. 1 көбейту 37, 1 қосу 37. Біреуінде көбейту, біреуінде қосу. Мұқият бол. 1 көбейту 37 тең 37 болады. Ал енді 1-ге 37-ні қоссақ 38. Сонда кем белгісін енгіземіз. 9 бөлі 1 9 болады. Ал енді 16-тан 7-ні азайтсақ 9. 9 бен 9 тең. Келесі. Ал енді В азайту В. Кез келген саннан сол санның өзін азайтсақ әрине 0 шығады. 0 мен 1-ді салыстырсақ кем белгісі болады. Ойлан тап. Бір саны мен төмендегі әрбір санның қосындысының мәні артық па? Немесе көбейтіндісінің мәні артық па? Қараймыз. 10 қосу 1 және 10 көбейту 1. 10-ға 1-ді қоссақ 11, ал 10-ды 1-ге көбейтсек 10. Сонда қосу артық. Енді мысалы 60-пен көрейік. 60 қосу 1, 60 көбейту 1. 60-қа 1-ді қоссақ 61, ал 60-ды 1-ге көбейтсек 60. Әрине 61 артық. Тура осылай 30, 40, 70, 90 сандарын қойып тексеріп көр. Бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабақта кездескенше.